Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі видеода Криштиану Роналду туралы қызықты елу факт айтатын боламыз. Сіздердің түсінгендеріңізде бүгін өте қызықты видео болмақ. Сол үшін лайктарыңызды аямауды сұраймын. Ал енді бастайық. Бірінші факт Криштің есіміне байланысты болады. Барлығыңыз білетіндей, Роналду Криштианудың тегі емес, екінші есімі. Бірақ ақш-тың 40-шы президенті Рональд Рейгантың құрметіне қойылған. Криштианудың әкесі политик ретінде Роберт Тайк ұнатқан. Бұл суретте көбіміз көрген болармыз. Бұл зигзаг үшін ол адамдардың күлкісіне қалған. Бірақ Криштиану реабилитациясын төлеп, операциясын төлеп, өмірін құтқарған 10 жастағы баланың басындағы тыртығы дәл осындай болатын. Жалпы Криштиану жасылдашудан чемпион. Оның қайырымдылық қоры бірнеше ондаған миллионға дейін жетеді. Бұл туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Сіз таңқалуыңыз мүмкін, бірақ Криштиану білімі жоқ. Ол 14 жасында мұғалімнің үстелін лақтырып жібереді. Сондықтан оны мектептен қуып жіберген екен. Ол мектепке басқа қайта оралған жоқ. Және анасы кеңесі бойынша спортқа қатты зейін қойды. Жігіт 15 жасында жетістікке жете бастады, бірақ көп ұзамай оның жүрегінен қиындықтар табылды. Бірақ дамыған медицинаның арқасында лазер арқылы ол қиындықтан құтыла алды. Операциядан 3 күннен соң Криштиану тренировкасын жасап бастады. 2015 жылы Лиссабондық ғалымдар галактиканы Криштиануға арнап қойды. Оның негізгі атауы Космос Реджиф 7-бұны қысқартқан кезде R7 болады. Келесі фактқа тоқталмас бұрын менің мақсатым осы айдың аяғына дейін 1000 оқырманға жетуіме үлес қосып, каналға тіркелуіңізді сұраймын. Криштің денесінде май 10% ғана. Ең арық модельдердің өзінде бұл пайыз жоғарырақ. Бұндай көрсеткішке барлығы мақтана алмайды. Nike'ның тарихында олар тек 3 адаммен ғана өмірлік контракт ұсынған. Олардың бірі Криштиану. Яғни ол футболдық карьерасын аяқтаған соң да компанияның амбассадоры болып жүреді. Кейбір ақпараттарға сүйенсек, контракттың құны $1 миллиард болған екен. Роналдоның бірегейлігі туралы айтатын болсақ, бір сезонның ішінде бүкіл команданың құрамында ойнаған жалғыз ойыншы Криштиану болып келеді. U16, U18, U21 резервті және де негізгі. 2003 жылы Ювентус Криштің ауысуының жайлы сөйлесіп қойған еді. Алайда соңғы уақытта бас тартып, бірнеше аптадан соң Манчестер Юнайтедқа ауысты. 2011 жылы Роналдоның қатысуымен Rock Life компаниясы ұсынған Hand Up есімді алғашқы мобильді ойыны жарыққа шықты. 2011 жылы Криш ең алғашқы алтын бутсыйын алды, ал 2012 жылы оны €1,5 миллион сатып жіберді. Барлық ақшасын футболист балаларға арналған мектепке берді. Секіру кезінде Криш 5G-ға дейін жүктеме жасайды. Соның арқасында ол орнынан тұрып, жерден 44 сантиметрге, ал жүгіргенде 78 сантиметрге секіре алады. Сіз таңқаласыз, бірақ бұл профессионалды баскетболшылардан 7 сантиметрге жоғары. Бір күні Реал мен Дортмундтың матчында Роналду допты қатты тепкені сонша трибунада отырған баланың қолы 2 жерден сындырады. Ол баланың айтуы бойынша қолын тек ағаштан құлап қана сындырған екен. Енді бала бәріне қолын Криштиану Роналду сындырған мақтанышпен айтып жүре алады. Әрине, Роналду кешірім сұрап, қолы қойылған жейдені сыйға тартты. Кішкентай кезінде оны жылауық бала деп атаған, себебі оның жақсы көретін командасы жеңілген кезде көңіл-күйі қатты түскен. Оның жақсы көретін командасы Португалиялық Бенфика еді. Инстаграмның өзінің аккаунтынан кейінгі ең бірінші орында Роналдудың инстаграмы тұр. Оның 580 миллион жазылушысы бар. Ал одан кейін Лионель Месси, оның жазылушы саны 459 миллион. Спорт академиясында Криш тренировканы жақсы көрген соншалық жатақханадан жаттығу жасау үшін қашып кеткен. Криш ойынға арналған автоматтарды өте жақсы көрген. Күнді тренировкадан соң ойын клубына аттанатын. Анасы Долорес бір айға беретін ақшаны қалай тез құртып қоятынын қатты таң қалды. Bir күні Криштің кураторына бұл сұрақ шешуді өтінеді. Ол клубтың күзетімен сөйлесіп, Кришті басқа ол клубқа кіргізбей қойды. Спортинг академиясы акценттің кесірінен оның үстінен барлығы күлетін. Соның арқасында мұғаліммен де сөзге келіп қалды. Басында Криш бөлмесінде қатты жылайтын. Сосын көп еңбектеніп, ол акценттен құтылды. Лионель Пантес Роналдумен өте жақсы болды. Демалыс уақытында барлық балалар үйіне қайтқанда ол Кришті үйіне алып кетті. Сонымен бірге уақыт өткізетін. Олар әлі күнге дейін жақсы қарым-қатынаста. Әрине, Криштің ең алғашқы жұмысы футболға қатысты еді. Ол матчтарда допты алып беріп тұратын және ол үшін 10 евро алып, оны Макдональдсқа құртатын. 2004 жылы жас Кришқа FIFA-ның амбассадоры болуы ұсынылады. Ол қуана қабыл алды. Бірақ оның екінші әкесінде болып кеткен Фергюсон бұл іске толықтай қарсылығын білдірді. Ол оның жұлдыз ауруымен ауырғанын қаламады. Криш бұл журналға түсті, бірақ 14 жыл өткен соң. Көбіңіз білетіндей, донор болу қабілетті сақтау үшін Роналду тату салдырмайды. Жасөспірім кезінен бастап жылына 2 рет қан өткізетін. Оған қоса бірнеше жыл алдын Роналду лейкемия ауруымен ауыратын бала үшін сүйек көмегін береді. Роналду спортқа енді келген кезде достарына Феррариді армандайтыны туралы айтқан. Сол үшін күлкіге қалған болатын. Bir күні қоқыс тастауға шыққанда жан-жағына бай балалар жиналып, Феррари деп мазақ еткен.
сол кезде бір бала қарап көр, бәлкім қоқыстың арасынан Ферраридің дөңгелегін тауып аларсың деген екен. Сонда Роналду қазір қанша күлгілерің келеді, күле беріңдер, бірақ бір күні менде өз Феррарим болады депті. Жігіттің екі сөйлегені өлгені, ол өзінің сөзінде тұрды. Криштің бала кезінде ара деп атаған, себебі ол ара сияқты пысық болған. 2015 жылы Канадалық университет социологиядан курс ұйымдастырған еді. Ол жерде студенттер Роналдуның Португалияға және бүкіл әлемге тигізген ықпалы туралы айтылған. 11 жасынан бастап Криштианудың анасы Мария Долорес оны ешкімге тәуелді болмауын үйретті. Дәл осылай ол Роналдуны үлкен өмірге дайындады. 11 жасында ол өзіне тамақ істеп, киімін үтіктеп, киімін жуған. Спортинг ол тегін өткен жоқ. Лиссабондық жігіттер оған бұл академияға қосылу үшін 13 жасында 1,5 мың евро берді. 13 жасында бұндай ақшаны барлығы таба алмасы сөзсіз. 2004 жылы Үнді мұхитының жағалауында өте қатты су тасқыны болды. Криш өзінің инициалымен көп заттарды сатып, су тасқынынан қиындық көргендер үшін $75 000 берді. Таңқаларлық, бірақ Роналдудың ең жақсы көретін хоббиі кулинария. Әрине, оның уақытының жоқтығы және қолының босамауы күнделікті тамақ жасауға кедергі келтіреді. Бірақ қолы босаған кезде ол қуана-қуана дәмді тағамдар пісіреді. Роналду ішімдік ішуге қорқады. Оның әкесі алқаш болған. 52 жасында қайтыс болған. Оның әкесі реабилитация жасап, оны емдеуге түбегейлі қарсы болған екен. Содан кейін Криш алкогольді ұстауға да қорқады. 11 жасында ол тәуелсіз болды. Бірақ оған дейін анасының айтуы бойынша Криш душ қабылдамау үшін жуынатын бөлменің терезесінен қашып жүрген екен. Криш футбол тарихындағы Чемпиондар лигасында 100 гол салған жалғыз ойыншы. Қазір оның шотында 140 топ бар. Өзінің карьерасында Роналду 128 командаға қарсы ойнаған. Бұл шотқа клубтарда алдын ала дайындалған командаларда кіреді. Криштиано Роналду Манчестер Юнайтедте ең алғашқы португалиялық ойыншы болады. Әрине, ол Роналдуның мұндай дебютына қуанады. Басында орын 28 деген санды алған, алайда Фергюсон оның 7 санын алуды қолдады. Ол Бекхэмнан босаған еді. Роналдуның айтуы бойынша ол оған мотивация болды. Әлі күнге дейін ешкім Роналдуның кіші ұлының анасының кім екенін білмейді, тіпті баласының өзі де. Жаңа айтып кеткенімде, оның инстаграмы өте үлкен. Ол инстаграмнан жылына 50 миллион евро табады. Бір күні Роналдуның жылдамдығын тексеру мақсатында оны испандық профессионалды жүгіруші Анхел Давид Родригеспен бірге қояды. Роналду бірнеше метрге ғана жеңіліп қалады. Ал зигзагпен жүгірген кезде Роналду сөзсіз жеңіске жетті. Криш таза спорт машина. Бір тренировкада ол 23 тонна ауыр көтереді. Ол өзінің спортзалына аптасына 3 рет емес, күнде барады. Сейсенбіден басқа. Және бұл клубтағы тренировкаларды қоспағанда машина болмай не ол? 2019 жылы Криш 16,5 миллион евроға Bugatti сатып алды. Ол 2021 жылы шығу керек болған машинаның прототипі еді. Яғни мұндай машина ешкімде болмасы сөзсіз. Роналду үшін басты және жақсы көретін естелігі Чемпиондар лигасын жеңген кезде баласымен бірге алаңға шығу болып саналады. Әр алаңға шыққанда ол бутсыындағы жазуын оқиды. Ол жерде баланың арманы деп жазылып тұр. Осы арқылы ол барлығы қайдан басталғанын есіне түсіреді. 2007 жылы Криштің анасының кеудесінен рак тапты. Ол жазылып шықты. Содан соң Криш бірнеше рет Португалдық рак лигасының қаржылай көмек берген. Ал Евро 2016-да алған бүкіл гонорары, яғни 275 000 евро бір онкологиялық центрға берген. Криштің үйінде Nike'тың бүкіл кроссовкалары бар бөлме бар. Біз алдында айтуымыз бойынша оның анасы оқуын тастап спортқа берілуіне түрткі болған. Алайда оның спортшыға шақырудан алдын оның жетістіктері анасын да әкесін де қызықтырмаған. Міне, Криштиано Роналду туралы 50 факт осымен бітті. Егер сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, қазақ тілі контенттің дамуына үлесіңізді қосыңыз.